Қайынағам адам сенгісіз ұсыныс жасады. Отбасылық өмірім маған қатты қуаныш әкелмеді. Басқалар сияқты бара салып көтерем, бір жылдан кейін бөпелі болам деген арманымның күл талқаны шықты. Бұған 3 жылға дейін мән бермей жүрдік. Енем марқұм да, бастарың жас, не асығыс, Құдайдың өз жоспары бар, пешенеге жазылғанын көресіңдер деп жұбатып отыратын. Бірақ бізден кейін үйленген достарымыздың алды 2-3 балалы болғанын көргенде шындап ойланайын дедік. Оның үстіне менің әке-шешем неғып жүрсіңдер, ертерек тексеріліп, тиісті ем-домдарыңды алсаңдаршы деп айта берді. Ақырында мамам күйеуім екеумізді алып Ташкентке жол тартты. Оған дейін күйеуім менен ешқандай кінә жоқ, өзің көріне берсе деп мойынсынбайтын. Осы жолы мамам тығырыққа тақап апарды. Неге сен менің қызыма жауып, бар проблеманы осының мойнына артып қойып жатасың? Саған бала керек емес пе? Әйеліңмен бірге барып тиісті тексерулерден өтпесең, қызымды 1 минутта қасыңда қалдырмаймын деп сөйлеп тастады. Шегінерге жолы болмай, Ташкентке қарай жол тарттық. Мамам бүкіл шығынды өз мойнына алып, екеумізді мықты бір профессорға тексертті. 2 күн дегенде анализдеріміздің қорытындысы шығып, бүкіл проблема күйеуімізде екенін анықтадық. Ұрығы қауқарсыз, проценті тым төмен екен. Ол үшін ұзақ жыл емделу керек деп диагноз қойып берді. Мамам байқұс күйіп кете жаздады. Бәсе, бәленің бәрін менің қызыма жауып, неше жылдан бері өзің емделе бер деп жібергенің тегін емес екен ғой. Мұны білдің бе деп күйеу баласын тағы да сұрақтың астына алды. Не керек, сені мұнамен 1 минутта қалдырмаймын. Өміріңді қорламай, ертерек кет деп өзімен бірге төркініме әкетіп қалды. Бірақ махаббат деген қиын екен. 25-ке келіп әрең сүйіп тапқан күйеуімнен ажырасып салу оңай ма? Оның үстіне оның баласы болғысы келмейді дейсіз бе? Осындай кезде күйеу болып, қасында болмасам да, оның адамгершілігім қайда онда? Осындай ойдың жетегімен ақыры күйеуіммен қайта қосылдым. Ақымақ, ертең осы ісің үшін өкінесің әлі, деп мамам әлі күнге жылап қалды. Бізде әлі бары жақсы болады, емделеміз, балалы боламыз деп күйеуімді демеп, біраз жылды артқа тастадық. Сонымен ең мықты деген урологтардың емін алдық. Бірақ нәтиже болмады. Аппарат істеп тұр, ол жағынан проблема жоқ. Бірақ өндірісте кінәрат бар. Осы жолда миллиондаған ақшамыз кетті. Сонымен әйгерім саған ризамын. Жолың ашық, кете бер, маған қарайлама деп күйеуім жылайтын. Егер сенің орныңда болсам, осы уақытқа дейін тоқал алып кетер едім деп те айтамын. Мен сенімен соңына дейін біргемін деп сөз бергем. Сол сәттен аттап кете алмаймын дедім. Қазір жасым 36-да, денсаулығымда бұрынғыдай емес. Уақыт өте келе шешемнің ертең өкінесің, денсаулығың бола тұра туа алмау деген азап қой деп айтқаны шындап ойландыра бастады. Туғым келеді. Өз баламның болғанын шындап аңсаймын. Сәбидің иісін құшырлана иіскегім келеді. Бір күні күйеуім іс-сапармен Таразға кетіп, үйде жалғыз қалған. Анда-санда күйеуім екеуміз шарап ішетініміз бар еді. Ол жоқта ашылған шараптан құйып ішіп отырғам. Келін, Талғат ет алыпам деп еді. Сол жілікті апарып тастайын, үйдесің бе деп қайнағам хабарласты. Жарты сағатта үйге келді. Қолында жарты жілік еті бар. Талғат үйде жоқ екен ғой, мына жіліктерді шауып берейін онда деп тірлікке кірісіп кеткен. Мен шай қойып, екеуміз 2 сағаттай әңгіме дүкен құрдық. Сол аралықта ет осылып тұздалып қалды. Әңгіме арасында қайнағам маған ерекше ұсыныс білдірді. Саған ризамын. Бауырымның көңіліне қарап, жалғыз тастап кетпей отырғаныңа ризамын. Бірақ қашанғы бұлай өмір сүресіңдер?
Баласыз өмірдің мәні бар ма? Бір ұсыныс айтайын. Келіспесең, бұл әңгіме болмады деп есептерсің. Егер келіссең, онда өле-өлгенше бұл құпияны ішімде сақтап өтемін. Менімен төсектес бол. Менің балам бауырымның баласы болсын. Жетіскеннен айтып отырғаным жоқ. Ініме жаным ашиды. Екеуіңді ойлаймын деді де шығып кетті. Жан баласына айта алмаған құпиямды сіздерге жайып салып отырмын. Қайнағамның бұл ұсынысы мені екіұдай күйге түсірді. Егер менде ойы болса, осы уақытқа дейін бір емеуріп білдірер еді. Демек інісінің жайын ойлап отырау. Не істесем болады? Балалы болуды ойласам бәріне көзді тарс жұмып келісе салғым келеді. Ал күйеуім біліп қойса, не күйге түсемін? Құрметті көрермендер, өз ойларыңызды білдіріп, маған ақылдарыңызды айтыңыздар. Сіздермен болған менің жеке өмірім. Видеоға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер.